Өзіңіз айтып қойсаңыз? Жоқ, ой тұрсаңыз, бұл неге мен білет дейді? Сіз кімсіз мен білет дегідей? Шығыра мен? Бұл іштеген болса мен 15-20 жыл іштеген журналистикада. Жоқ. Шеф, қой тұрсаңыз, мен неге мені оскорблять етеді, неге мен білет дейді бұл кіші? Неге мені білет дейсіз сіз? Телефон, шеф. Интернетке шығады бұл. Сөз, мен генерал прокурор президентке шан қайрылым керек болса. Қолыңары қой бергілі. Мұнеке Баткен аэропортына стратегический объект, бұл жерде азыр прокуратураның өкілдері келіп алып мені. Телефонды қармаңыз, шеф, телефонды қармаңыз. Телефонды қармаңыз, запись кетті. Қойырсыңыз? Запись кетті. Қойырыңыз. Мұнеке азыр прокуратура тарауына мені билеттеп сөгіп, начальник аэропортты. Бұл жерде прокуратураның өкілі. Барыңар интернетке шығасың, надо будет президентке чайын қайрылам. Мыйзам бұзу ушул жерден башалат. Мінеке азыр форма киген киши. Мен қолымда телефонға тиішпегілі ақыңар жоқ. Это личность. Мен ушул киши үшін мен қызматтан бошоңға да даярмын. Егерде мені ушу билет деген сөз үшін маған жооп берсин бұл киши. Сіз аты жөніңіз ким? Жоқ, аты жөніңіз ким? Мінеке күбөлөр турат азыр. Мінеке Ош аэропортунун шеф қой тұрсаңыз? Мен аяғына чейін жетпен бұл кішін. Мені кете тұрған болып қалыпсың деп, тойып қалыпсың дейсіз. Жоқ, сіз қой тұрыңыз, ағыр болыспай. Сіз кемсіз маға, билет дегедей мені. Сіз ене үшін келіп алып, аэропорттың ішінде мені билет деп айтасыз. Сіз кемсіз? Мыйзам алдында бардығыз бірдейсіз. Президент айтқан азыр, коррупцияға жол жоқ, ешқандай. Бұл машиналар, бұл уналар бізден. Ошки филиалдың уналар, біз прямой Ошқа баш ебіз. Бұлар бізге текшеруге келген бұлар. Аэропорттың бұларды болады, ұстатта бар бізде. Сіз еме сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз мо форма менен, емне үшін мен маға билет деп сөгін ұтасыз. Сіз сөгін ұтасыз. Бұл жерде ма екі адам, екі көйлер тұрады. Сіз билет деп отасыз азыр. Жұмысынан айырылып қалың келді, тойып қалың деген сөздерді айтасыз. Қандай сөз болған жоқ. Керек болса президенттің өзінде да кіргенге мүмкіншілік аласыз. Сөз болған жоқ. Қандай сөз болған жоқ. Андай сөз болған жоқ па? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Мен аншалық гипске тұрып өтілем, ше? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз мына формаңызға тайынып, мыйзам сіздер тарапта іштейбі? Мыйзам сіз тарапта іштейбі? Ел үшін іштейбі. Мыйзам ел үшін іштейді. Эмне үшін келіп алып сіз маға оскорблять етесіз? Бұл территорияға авиационный безопасностьқа мен ғана башымен жооп беремін. Мәселелер тұрады деп сұрап қойдым сізден. Егерде сіз ошентип мен арқам киреше тұрыңыз, мен бұл іште таштап кеткенге даярмын. Мен даярмын. Себебі мен мыйзам алдында, өлкө алдында, ел алдында мен ачык жана акыйкат чын иштеп атам. Сіздерге окшогон, мондай сіздерге окшогондордун айынан бизге жаш кадрлар талканатат. Президент айткан азыр. Жаш кадрларды колдойлу деп атат. Мынакей сиз формаңызды келип алып, авиационный безопасностька бул жерде мен жооп берем. Жетекчиңиз менен турам мен. Мен жетекчи менен турасыз. Мен жетекчинин алдына келип алып, мени оскорблять этип атасыз. Сиз муну мыйзам алдында жооп бересиз, сөзсүз түрдө. Ат фамилияңыз ким сиздин? Рахмат сизге. Ким ат фамилияңыз? Облбук прокурор. Қалмұрзаев, Бывший Абиш Қалмұрзаевтың губернаторының енесі болса? Жоқ. Бір туған енесі болса? Ал кешінде қандай жүрген журналистер жақсы біледі. Қандай жұмыстан кеткенде. Эми сіз мынау айтқан сөзіңізге жооп бересіз мыйзам алдында. Жоқ, мен сіздің үстіңізден военный прокуратураға жазам. Сөз түрі, сіз мыйзам алдында жооп беришиңиз керек. Жаман сөз айтқан деле жоқмын. Сіз мені азыр бұл сөзіңіз менен қандай атырылып? Мен жөнлі келген объектке атырылам ба? Мен машиналар эмне турат деп сурап койгон үчүн артырылып атасыз. Сіз аға чейин телефонун көтөргөнгө чейин сиз айтып атасыз. Сиз айтып атасыз. Келип алып туруп, билет сен эмне тоюп калдың бы? Начальниктин алдында мен ошентип деп сөгүнүп атасыз мага. Сиз анда сөгүнгө укуңуз жок. Начальниктин алдында ошентпек белем мен. Начальниктин алдында эле айтып атасыз? Жокмун мен. Начальниктин алдында эле айтып атасыз. Сиз мени оскорблять этпейсиз. Сиз кимсиз? Мыйзам алдында баарыбыз бирдейсиз. Сиз формаңызга таянып мени коркутасызбы? Мен даярмын ушул жумушумду жоготконгочу, эгерде мыйзам иштебесе. Керек болса президентке чейин барабыз.